Ал бізде кендір патиға дайындық осындай. Балалар онақта ойнап жатыр. Ал кім деп ойлайсыздар? Ата кім болады деп ойлайсыз? Ұл ма қыз ба? Мамасыға кім болады деп ойлайсыз? Шашын бекін қарайды, қыз керек. Айшаға қыз керек, сіңілі керек. Айша сенші? Ұл ма қыз ба? Інің болсын ба, сіңілің болсын ба? Қыз. Енді біз сергейгеніміз ұлдай отырық айтып. Одан кейін атынемсіздер. Еще қайнысы ұл деп отыр. Ана жаққа. Нанда соқа. Елін аман есен босанып алсын. Құда қаласа соның Шілдехана ой болсын деп қойсын. шауып жүріп ойнағанын көріп соған ырза болып жүре берейікпіз деп үсе берсін. Бақытты болсын. Сол үшін Сараға сразу. Сөйлесіне көп кесі. Енді арманда отырмыз, қыз болсын деп. Қыз болғанда, ұл болса да енді Құдайдың берген болады ғой. Пенде болғаннан кейін айта береміз да, қыз деп. Аман есен босанып алып отыр. Үшеуін артынан еріп, жүгіріп жүре берсін, екі апасын қуанытсын. Біз де қуанып жүре берейік. Ол аман болсын, жаным, аман есен болсын. Иә, қоқалсы. Не дейміз? Ең бастысы аққада аман есен босанып қолыма ұстар. Дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Алланың сүйген құлы болсын. Және де мына елде жаңағы байғараған елін, нағашы жоқ, найман елін бәрін, бүкіл әлемді өзіне қарататын азамат немесе азаматша болды. Өсе берсін. Сіз кімге болсын? Мен Айшаға сіңім керек мен үшін. Айша қыз екеу болу керек. Менің ұстанымым сол. Ұл тусаң тағы да туасын десеңші. Ұл тусаң енді білмеймін, сара бағатын болса 10-ын ту. Саған ендігі жолым болды. Құрметті Ақботаның отағасы кім деп ойлайсыз? Қойсай? Ой, көрсет қойды ғой. Айтпады ма? Иә. Ол. Сүлгісіде ұл болып тұр, ана киімі де Олардың бәрі саттыңдар. Сатылып кетті бәрі. 10, 9, 8, 7.